қазіргі кезде біз металсыз коронкаға егейміз тісті. Ол үшін біз бірінші уақытша коронка дайындау үшін ауыз қуысынан қау бауымыз керек. Бізде модель осы модельге біз яғни бірінші кезекте ложканы тура бауымыз керек. Шахта бауымыз. Ложка тура келіп тұр. Арнайы осы ложкаға 2 қасық біз қауып аламыз. Массамыз дайын болды. Тісті егеу үшін бізде яғни усуп жасауымыз керек. Усуптың қазіргі кезде 3 түрі бар. Ол бізде қызыл еттен төмен, қызыл ет деңгейінде және де қызыл еттен жоғары. Біз қазіргі кезде негізі без металлы коронка жасау барысында қызыл еттен төмен усуп жасауымыз керек. Бірақ бізде модель болғандықтан біз на уровне десе, яғни қызыл ет деңгейде жасайтын боламыз. Тісті егеу барысында біз яғни арнайы градус сақтауымыз керек. Ол 6 градусқа дейін. Себебі ретенционносты сақтау мақсатында біз 6 градусқа дейін тісті егейміз. Қазіргі кезде біз 5 градуспен тісті егейтін боламыз. Тісті егеу барысында яғни бізде арнайы борлар керек болады. Мысалы, мынау грубый полировочный бор болып саналады. Бұл жасыл немесе көк борлармен қолданамыз. Және де қызыл борлармен біз полировка, шлифовка жасау үшін осы борларды қолданатын боламыз. Біз осылай вазелин жағуымыз керек болады. Осылай біз временный пластмасса ішіне құйып нығыздап отырғызамыз. Қату уақыты 1 минут. Массаны аламыз, бізде временный коронка осылай дайын болады. Енді қазіргі кезде временный коронканы шешіп, полировка жасауымыз керек.